бәріміздің бір кумирі бар. Мысалы мен осы секілді болғым келеді. Мысалы айтишник Стив Джобс болғысы келеді. Өлшем бірлік емес, жетістік. Адамның өмірінде осы бір жетістік не үшін соншалықты маңызды болып кетті, қалай ойлайсыз? Бала шағасынан жаңағыдай жетістікті жоғары қою мүмкін. Енді оның салдары бола ма? Иә. Ол андай қылмыс деп айтса да болады, балаға қатысты жасалған. Айдалған, қамалған, бірақ ол кісілер сынбаған да. Енді бір осындай бір сынбайтын жігер, сынбайтын бір мотив адамға қайдан келеді? Репрессияға шыдаған ұрпақтың депрессияға шыдамай жүрген ұрпағымыз деп ше енді андай. Назарды кедергіде ұстаған адам, онда ол ұтылды. Мысалы қазір жастарда талғам бар ма? Бар. Яғни талғам тұтынудан кейін қалыптасады. Ай, мына жерді тастап кетті, ай, мына жерді тастап кетті деген сияқты. Талғам әрқашан тұтынудан пайда болады. Менің көздегенім, ол жалпы осы кітаптың оқылуы. Адаммен кездесу, жүздесу, сан саламен тілдесу, жүздесу, жүз адаммен кездесу, жүздесу, сан саламен. Баршаңызға сәлем, қош келдіңіздер. Бүгін бізде жүздесудің кезекті шығарылымы. Бізде қонақ Ескендір мырза, қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Қош келдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Бізге барынша уақытқа ыңғайлануға тырысқандарыңызға рахмет. Шүкір Құдайдың қалауымен. Жақсы, тамаша. Ең бірінші өзіңіз жайлы сұрап көрсек, яғни андай қай жылғысыз, жасыңыз нешеде, және де қайда оқыдыңыз деген секілді ақпараттарды айтып өтсеңіз. 36-тамын. 90 жылғы Абылайхан университетінде оқыдық. Абылайхан Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Көпшілікте орыс тілінде ИНИАЗ дейді ғой. Сол түрде. Екі шет тілі деген штрих кодымен сөйтіп жазылған мамандық. Бірақ табиғатында педагогикалық мамандық. Педагогикалық шет тілдер факультеті деп. Біз түскен кезде сөйтіп өзгертілді. Бұрын ағылшын факультеті, неміс, француз үшеуі үш түрлі болған. Үшеуін қосты да сөйтіп. Бірақ жеке мен түскен кезде педагогикалық екенін білген жоқпын. Педагогикалық университетке түсіп жатырмын, мынандай мамандыққа түсіп жатырмын деп білген жоқпын. Мынандай бір қызық оқиға, мүмкін сіздерге. Университетке ұбт тапсырғаннан кейін университеттің 4 университет таңдап жазасың ғой. Сол кезде біз білмегенбіз ғой, қарапайым назетті дүниені білмегенбіз. Бірінші университетке түссең, ары қарай қарамайтындығын. Қалған 3 таңдауыңды ескермейтіндігін. Наған түспей қалсам, наған түспей қалсам, наған немесе үшеуіне түссем, соны таңдауға мүмкіндік береді деген сияқты көрдік па, білмеймін. Мен ең бірінші қып осы екі шет тілін жазып қойғам. Әл-Фараби университетінде отырып жазып отырмыз құжат. Мен сұрадым сол жерде отырған кісіден, два иностранных языка деген, екі шет тіл деген не ол десем? Шет тілін оқисың, аудармашы боласың деді. Жақсы дедім, жазып қойдым. Менде 4-ші пән ағылшын, менде таңдау қатты көп емес. Сөйтіп отырған кезде бір жігіт келді, атын айтпай қойын. Орысша сөйлеп келді, брат, педагогиканың штрих кодын айтып жүресің ба деп. Мен бүйтіп қарадым да, енді ол кездегі таяз, тар түсінігімнің көрінісі ғой. Ер адамсың ғой, педагогикада не бар саған дедім. Қыз бала бар көріп қой жаққа деген сияқты түсінік қой енді. Педагогикаға барма дедім. Сен одан да мынаны жазып ал дедім. Шет тілін оқытады екен деп. Болды, соны жазып алды. Бірінші қылып. Кейін университетке түскен кезде екеуміз екі топқа түстік, бірақ кейін күлеміз ғой енді андай. Ол қалжыңдайды, сен маған педагогикаға түспе деп керісінше түсіріп жібердің ғой деп ше енді. Онымен қатар өзім де түсіп кеттім. Содан ең бірінші лекция болған кезде біз біздің куратор шықты да, аты жөнін айтқан кезде мен түсіндім, мына кісі біздің куратор екен деп құжаттан. Сосын кісі шықты да, болашақ әріптестер деп сөзін бастаған кезде мен орнымнан тұрып шығып кеткем. Басқа жаққа кіріп кеттім ғой деп шатасып. Сосын күзетші ағайдан барып сұраймын, тағы қай жерде лекция болып жатыр деп. Сосын айтамын, болды осы біреу-ақ дейді. Жоқ деп, мен одан кейін барып былай шыққан кезде түйсіндім ғой, қайда түскенімді, не істегенімді сөйтіп. Бірінші курс бойы андай ауысудың, кетудің қамын жасап жүрдім ғой. Қалай кетіп қалсам болады екен, қалай ауысып кетсем болады екен деп ұялып мамандығым үшін. Сыныптастармен ол кезде әлі жолығады ғой. Сыныптастармен кездесіп қалсам, олар осы сұрақты қоймаса екен деп. Кім боласың, қайда түстің деген. Мұғалім болам деп айтуға аузым бармай, ана бір білмеймін. Ең бір ыңғайсыз позицияға түсіп қалғаным сияқты сезіндім ғой. Университетке қатысты енді сіз бұл сұрақ қойған жоқсыз, бірақ менің естеліктерім университетке қатысты осындай. Яғни сіздің қазіргі мамандығыңыз, таңдауыңыз басында саналы болған жоқ. Иә, саналы болған жоқ. Сол бірінші курс бойы сондай болды. Ал енді сол мамандықты тастап кетпеуге, ауысудың қамын жасап жүрген кезде ауыспай қалуға не түрткі себеп болып қалды? Кім деген дұрыс шығар? Екінші курс басталған кезде бізде педагогика пәні басталды.
мен қателеспесем сол өмірімде бірінші рет сабақтан қашуым, сол сабаққа бармай қоюым. Білемін, мысалы кесте бойынша қазір лекция болайын деп жатқан, мен бармадым. Сыртта жүрдік, бізде бойында, университет бойында өзен бар, сол жерде жүрдік, босқа уақыт өткізіп. Сол өмірімде сол жалғыз шығар. Содан басқа біздің топтағылар қатысып шықты ғой. Олар өте әсерленіп шықты. Деп ана педагог оқытушыдан. Соң мен өзімше кім ол соншама деп ертеңде семинарына бардым. Семинар біздің топқа еді. Сол барған кезде Шолпан Әбілқызы деген, Жалғасова Шолпан Әбілқызы, сол кісінің сабақ жүргізуі, жалпы сол кісінің бір әдіс тәсілдері кәдімгі жүректі жаулады деп айтсам болады. Бірінші кезекте енді ол кісі тұлға ретінде қызық болды бізге, өзімен бізді бір байлаған сияқты. Одан кейін барып бір есім жисақ, кәдімгі жаңағы Ушинскийді, Песталоцциді, Сухомлинскийді кәдімгі оқып, соның кітаптарын парақтап жүрміз. Сол тақырып қызық болып кетті. Кейін біз сол екінші курста педпрактикаға бардық. Сол кезде андай бір не болды, күшті сезімдер болды. Мынау менікі екен ғой деген. Одан кейін андай педагог болуға керісінше мақтаныш пайда болып, бізге мойнымызға не іліп қоятын бейджиктар. Сол факультеттің жазуын мақтанышпен тағып дегендей. Сондай бір сезімдердің пайда болуына себепші болды кісі. Кейін біз университет тәмамдағаннан кейін мектепке сабаққа бардық қой енді. Мен тым алдыға жүгіріп кетіп жатсам, сіз тоқтатпаңыз. Жоқ, нормально айта беріңіз. Сөйтіп мен бір қателік жасадым мектепте. Педагог үшін лайықсыз әрекет деп санаймын өзім әлі күнге дейін. Бірақ сондай бір әрекет, енді бой алдырдым соған, өкінішке қарай. Содан мен бұл педагогика деген игі іске лайық емеспін, қой, өзімнің кәсібімді басқадан іздейін дедім де, сөйтіп мамандыққа ауыстырдым. Бір рет отырып есептегем, қателеспесем 5 ба университетті аралап шықтым ғой бүйтіп. 5 университетте оқып көрдім деп айтайыншы. Тәмамдаған жоқпын, бірақ оқып көрдім. Сөйтіп жүріп менеджменттен бірақ шықтық қой. Менеджмент, оның ішінде HR менеджмент. Одан кейін сол мүлдем банк саласы, сол бағытта жұмысқа кеттік. Сол жақта сөйтіп жүріп бір есім жисам, университетте оқытушы болып жүрмін. Сол HR менеджменттен. Сөйтіп қайтадан мектепке келдік, сөйтіп андай. Қалай педагогикаға айналып келгенімді өзім түсінбей қалдым. Қазір 2016 жылдан бері педагогтардың біліктілігін шыңдау бойынша түрлі жобаларда педагог тренер ретінде позициялап жүрмін өзімді. Одан кейін жалпы интернет маркетинг, сол бағыттағы онлайн курстар дейді ғой. Онлайн оқыту жалпы сол бағытта біраз тәжірибе жинауға тырыстық. Қысқаша осындай, негізі бір қатты бір қызық дүние жоқ. Жаңа айтып отырған кезіңізде не ғой? Егер құпия болмаса, қандай қателік жібердіңіз? Бөлісіп көрсеңіз, себебі оны андай мақсатта біреу қайталап қоймаса екен деген ниетпен айтып көрсек аудиторияға. Айтсам шылап қалам ба қазір? Сіздерге контент керек, маған ауыр ол. Так, айтпай қойған дұрыс сияқты, менің ойымша. Білмеймін. Қателік қайманада мына тұрғыдан. Оқушыға қатысты қылмыс деп алсаңыз болады, осылай айтайық. Оқушыға қатысты бір деңгейін білдірдім. Оқушы ренжіген жоқ, оның ата-анасы ренжіген жоқ. Мен өзімді іштей сөгіп жүрдім. Мектептен кеткендігім қате болды. Ол ана қателіктен де ауыр қателік шығар. Мектептен кетем деген шешім қабылдауым. Керісінше сол жерде бір есейгендік танытып, сол олқылықтың орнын толтыруға тырысу керек пе еді. Керісінше мүмкін жаңа сіз айтқандай басқаларға соны қайталамауды дәріптеуге болатын бе еді. Бірақ мен тығылып қалдым ғой. Керісінше қашып кету мен үшін шешім болды да жерден. Күшті, керемет. Ал енді мына бір нәрсеге барайықшы. Қазіргі енді жастардың тілі ол жетістік. Иә? Бәрімізде осындай жетістікке жетсем екен деп, бәріміздің бір кумирі бар. Мысалы, мен осы секілді болғым келеді. Мысалы, айтишник Стив Джобс болғысы келеді. Әрбір жаңағы мұғалімде жүргеннің де, айтишниктің де, дәрігердің де бәрінің бір белгілі бір осындай бір жетістікке жетсем деген арманы бар. Сәйкесінше қазіргі уақытта біз адамдарды жетістікке қарап өлшеп кеттік. Шындығында. Кімнің артында қандай жетістігі бар, соған сай ол құрметті. Егер мысалы мынадай бір нәрсе бар ғой, сіздің де осы подкастқа түсуіңіздің артында белгілі бір жасаған жұмыстарыңыз бен белгілі бір жетістіктеріңіз бар. Сол үшін біз сізді подкастқа шақырамыз. Ал егер мысалы жоқ, қарапайым адамды көшеден шақырып алып подкастқа әкелмейміз ғой мысалы. Көшеден шақырып алып біз неге сахнаға выступать еткізбейміз? Ол адамдардың андай бір жетістікке жету арқылы құрметті болып жатыр да. Енді бір андай бір адамның өмірінде осы бір жетістік не үшін соншалықты маңызды болып кетті, қалай ойлайсыз? Не үшін жетістікпен адамдарды өлшеп кеттік?
бұл не сияқты? Егер адамның өмірін бір мынандай бір ұзақ мерзімді бір цикл деп алатын болсақ, соның бір кезеңі ғана сияқты жетістікпен өлшеу. Андай білмеймін, бір сол 20 жастан кейінгі қаның тулап тұрған кездегі бір өлшем бірлік сияқты да. Сіздердің жастарыңызда бізде де сондай болған шығар, мен білмеймін енді ол жерде бір қандай дұрыс баға бере алатындығымды. Бірақ қазір нақты жетістік емес. Менің өмірімде немесе біздің жасымыздағыларда деп айтайықшы, жетістік өлшем бірлік емес жетістік. Яғни ол кезде мүлдем басқа құндылықтар пайда болады, мүлдем басқа түсініктер пайда болады. Жалпы мына жетістіктің мүмкін қоғамда, мысалы кәсіпкерлер ортасында, мүмкін қазір мектепте жетістік негізгі бір өлшем бірлікке айналып кетті. Мен келсем, толық келсем. Яғни жетістіктің астарында не жатыр, осыған бір назар аударсақ. Оның астарында амбиция жатыр. Егер сізде әлі жетістік жоқ, сіз білмеймін жаңа Forbes-қа шықпадыңыз, мысалға дүниеви тұрғыдан, я басқа бір мойындатқан тірлігіңіз жоқ. Бірақ сізді адамдар амбицияңызға қарай бағалай алады. Сіз айтсаңыз, мен қырам, жоям деп тұрсаңыз, деп сізді сол үшін де көтеру мүмкін, сол үшін де алдыға тарту мүмкін. Жеткізе алдым ба? Білмеймін жаңағыдай. Бүкіл Қазақстанды бай қылу, қарсыз қоғам құру деген сияқты дүниелер, амбицияларын айтатын болсам, амбицияның өзі адамдарға бағалау үшін жеткілікті. Тура сол сияқты мен қазір әлеуметтік желіде миллион тапқым келеді десем, $1 миллион тапқым келеді десем, біраз адам оны деп сол үшін ғана жазылуы мүмкін. Яғни өйткені олар үшін құнды. Жеткізе алдым ғой да? Менің амбициям сол жерде бағалана бастайды. Енді бір адамдар үшін ол не емес, бағала емес, ол әркім әртүрлі. Бұл бір қоғамның даму кезеңдері деп айтсақ та болады. Бұны Фредерик Лалу спиральная динамика деп айтқан, 8 деңгей көрсеткен қызық енді тақырып ретінде. Осы жерде мынаны айтқым келіп тұр. Белгілі бір кезде, жас кезде сол жетістікке ұмтылу, бұл мектептің 10-11 сыныбынан басталады дейді дидактикада. Жетістікке жету, мойындалу, жаңағыдай бір медаль алу деген сияқты. Ол адамның қалыптасуының бір қалыпты кезеңі. Белгілі бір уақытта мұрын болған сияқты, ол да бір сондай бір кезең ғой, өтеді де кетеді деп сенеміз. Бірақ қоғамға кең тарап жатқаны да рас, жаңа сіз айтқандай. Қоғамда енді негізгі өлшем бірлік деп айтуға енді білмеймін, аузым бармайды. Бірақ бұның астарында бағана амбиция жатыр. Енді жаңа ойымды аяқтасайын. мен егер әлеуметтік желіге шығып мен миллион табам десем, және миллион таптым деп мысалы қазір үстелге жайып жіберетін болсам, адамдар шапалақтайды, мадақтайды, лайкын қояды, басқа қылады, жарайсың деген сияқты дүние айтады. Өкінішке қарай мен оны қалай тапқаным қызық емес ешкімге. Мысалы мен соны табу жолында талай адамды алдап кеткен болсам, біраз адамның ала жібін аттап кеткен болсам, арбап кеткен болсам, қызық емес. Тіпті оны білсе де факт что тапты. Түсіндір алдың ба? Яғни біз бір түсінікпен өмір сүріп кетеміз, орыстардың бар ғой, цель оправдывает средства деген. Қандай құралмен жеткен маңызды емес, бастысы жетме ол мақсатқа, ол сен сол мақсатыңа жеттің келген үшін ақ құндысың деп қарай бастайды. Бірақ бұл бір өтпелі кезең деп сенем, үміттенем. Одан да биік құндылықтар бар. Мысалы қарапайым адам. Мысалы кезде ол адамға жетістік нақты құнды емес. Мынандай бір кісілер бар дейікші. Өзінің өмірінде мысалы сол бала шағасынан жаңағыдай жетістікті жоғары қою мүмкін. Ол жақсы жаман деген баға беруден аулақпын. Жай ғана сондай бар екендігін көрсеткім келіп отыр да. Бұл біздің құндылықтарымыздың әртүрлі екендігінің көрсеткіші ғой. Енді оның салдары бола ма? Иә. Қандай таңдау жасаған болсаң да, мысалы қазір жетістік деп дәріптеп жатқан болсаң да, оны ертең салдарына дайын болсаң болды деп қараймын. Ересек адам болса егер. Ал енді баланың, егер сіздер мүмкін болашақ ата-анасыздар көбіңіз, баланың өміріне келген кезде жетістікті өлшем құралы қылу, өлшем бірлік қылу өте қате. Яғни баланың дамуын оны бір академиялық жетістіктермен болсын, я спорттағы жетістіктермен болсын өлшеу, ол андай қылмыс деп айтса да болады, балаға қатысты жасалған. Яғни андай бір жетістікпен өлшем деген ол адамның бір жастық шақтағы болатын белгілі бір периоды. Егер даму сатысынан ол деңгейден адам өте алса, онда ол жетістік деген өлшемі өзгереді. Тіпті былай айтуға, сол 10-11 сыныпта егер ол қанағаттанса, ол одан арғы оны бір қажет етпейді. Бұл жерде мынандай бір түсінік бар. Сенситивті кезең деген қандай да бір біздің қажеттіліктеріміздің қанағаттанатын уақыты бар. Сол кезде ол қанағаттанған болса абзал. Мысалы мен білмеймін, жаңағыдай сол жетістікке деген қажеттілігім пайда болды. Мен сол кезде бір жарыстарға қатыстым, ұттым, мойындалдым, сыныбыммен жаңа линейка дейма, соған шықтым, дәріптелдім, суретке іліндім. Ол адамда сол қанағаттан қойса болды. Ал енді мынандай болады. Керісінше қанағаттанбай қалады.
мен ана психологияның әлеміне кіргім келмейді, өте бір қиын лас әлем ғой. Бірақ қанағаттанбай қалды ғой. Енді ол оны өмір бойы іздейді, осы жерде проблемасы. Сенситивті кезеңнің проблемасы қандай? Ол бір бейне қақпа сияқты, ашылған кезінде жаңа құю керек, құйылмай қалды ма, қақпа жабылып қалды ма, одан кейін қанша құйсаң да ол қанағаттанбайды. Яғни мен одан кейін қанша жетістікке жетсем де, енді осы жерде мынандай бір зат тоқтау керек. Біздің қоғамда қандай да бір жетістікке жетіп жатқан адамдардың басым көпшілігі, олар іштегі бір жарадан ұмтылады да, олардың стимулдары сол, драйвтары сол ғой. Мен біреуге бірдеңе дәлелдегім келіп жүреді. Мен біреуге бірдеңені көрсеткім келіп тұрады. Ондай емес кісілер бар. Бұл жерде түйін мынау болу керек сияқты. Мәселе жетістікте емес, мәселе жетістік себеп па, жоқ салдар ма? Мысалы, біз айта аламыз ба, Ахметтің өмірбаянында жетістік жоқ деп? Айта алмаймыз. Мысалы, бірақ олар әуел бастан мынандай бір мақсат қойған жоқ қой, білмеймін енді, андай бір қазіргілер ұқсап күнделік толтырған болса, ертең менің сөзім әр мектепте ілініп тұрсын деген мақсат болған жоқ қой кісіне. Одан да терең мақсат жатты, ана жетістік оның салдары еді, көліктің түтіні сияқты ше. Ана себебінің салдары ғой шыққан кезде. Ал біздікілер, мысалы, ананы көреміз де, біз салдарын ғана көріп тұрық қой, соған ғашық болып қаламыз да, соны көшіріп аламыз да. Мен өссем екен деп. Мен бір не мысал айтсам, маған ұнады сол мысал қатты. Ұлан Үсенов деген жігіт бар, химик, тиктокта мұғалім болып жүрген. Сол жігіт мынандай бір қызық нені айтты да, мен осының бәрін тиктокты бір бала үшін ғана бастадым. Бір балаға жету үшін. Ол онлайн сабақта отырып тикток қарап отқанын біліп қойдым дейді. Камерасын бәрін өшіріп қойып. Сол кезде ойладым дейді, шіркін-ай осының тиктогынан да атып шықсам ғой деп. Содан ғана бастадым дейді. Енді баланың атын айтпай қойын, сол бала үшін бастадым дейді. Білмеймін, атын Арман дейсіздер. Арман үшін бастадым дейді. Қазір мысалы мойындалды, танымал, президентпен кездесті, Forbesқа шықты, миллион жазылушысы бар тиктокта. А енді бұны көрген адамдар, бұның салдарын көрген адамдар, ана салдар үшін бастайды да. Ол мысалы математик па, химик па, қазір тарих мұғалімі ма, қазір тикток жүргізіп жатыр. Ол бірақ бұрынғыдай бала үшін бастап жатқан жоқ ол. Ол ана миллион үшін істеп жатыр, ол ана Forbes үшін істеп жатыр, ол президентпен кездесу үшін істеп жатыр. Оның мотиві өзгеріп кетті, көрдіңіз бе? Оның драйвы өзгеріп кетті. Бұл қиын. Оның жетуі де қиын, жетпеуі де қиын. Ол қызығы. Жетсе де стресс болады, жетпесе де стресс болады кезде. Кім, мысалы, Ұлан мырзаның бір сөзі ұнатты маған. Қателеспесем бүйтіп айтты. Миллион жазылушы жазылған кезде мен қуанған жоқпын дейді. Анау бала әуелде мен бастаған, сол жазылған кезде қуандым мен дейді. Түсіндіре алдың ба? Өйткені бастауы басқа болып тұр ғой. Бізде сол себепті кішкене тереңдету керек сияқты ма? Яғни андай ғой, біздің мотив дейікші, мотив белгілі бір себеп, белгілі бір проблема, соның шешімі болу керек. Ал оның жаңағыдай Инстаграмдағы оқырманы немесе бағанағы тауып жатырған табысы, оның сіз айтқандай көліктің несінен маржасынан шығып жатырған түтін секілді. Солай жетістік, солай келу керек. Яғни андай болу керек қой. Мысалы, жаңағыдай, например, айтишник болатын болса, ол айтишниктің мотивациясы Стив Джобстың жасаған дүниесі емес, жеткен жетістік емес. Мысалы, Стив Джобс, андай айтишниктерде сөз бар ғой, әрбір айтишник Стив Джобс болса келеді дейтін ше. И оның жаңағы жеткен жетістік емес, оның қоғамда шешкісі келген проблемасы, соның тікелей мотиві болу керек. Енді бір осы тұрғыда андай нәрсе бар ғой, ішкі мотивация, сыртқы мотивация деген дүниелер бар ғой. Мысалы, Ахмет ұлт ұстазы деген фильмді мен 3 рет па көргем, андай көре бергім келетін қызықты фильм. И маған қызық болатын дүние андай да, ол кездерде ол кісілердің мотивациясы кері жұмыс жасаған ғой. Мысалы, егер ол балаларды оқытамын деп бір күшті бір контент жасайын десе, оның мотивациясы андай, оған берілетін мотив, сырттан берілетін, оны қудалау, түрмеге жабу деген секілді дүниелер болған. И бірақ еще оны сол кезде істелген ол кісілерге, айдалған, қамалған, бірақ ол кісілер сынбаған да. Енді бір осындай бір сынбайтын жігер, сынбайтын бір мотив адамға қайдан келеді? Сұрақ. Біз негізі әрбір адам сол кісілер секілді болуымызға болады ғой. Наоборот, керісінше қазіргі қоғамда керісінше сондай нәрсені жасасаң, мотивация ол кісілердікінен жоғары да. Ойбай көтерейін тұр, андай бір жасасаң, саған керісінше көмектесейін, бір қолдау жетеді деген секілді. Пұдаламайды, сібірге айдамайды дейсің. И неге бір осы бір мотивтар, кезінде болған мотивтар неге қазір болмай жатыр? Негізі ол кісілер көрсетіп кетті ғой. Қалай жұмыс жасау керек екендігін. Менің ойымша бір өте терең сұрақтардың бірі. Мынандай бір қызық не бар, әсіресе енді ер адамға қатысты шығар. Кейде кедергі көп болса, керісінше сенің андай шабытың да көп болады.
кедергі көп болса шабыт көп болады. Жүгің жеңіл болса жатаған келеді дейді жаңа түйеге қатысты. Сол мысалы жүгің жеңіл болған сайын сен бәлсірей бастайсың да. Енді сәйкесінше бізде қазір бір қоғам ретінде қазір миллениалдар, X, Y деген ұрпақтардың түрлері бар ғой. Сол классификациямен қараған кезде алдыңғы ұрпақ кейінгі ұрпаққа мыналар әлсіз дейді да. Мыналар әлжуаз. Яғни бізді бір жұқа көреді. Біздікі үлкендер бізді сөйтіп көрген, біз сіздер сөйтіп көреміз деген сияқты ғой анда логикасы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатқан сенімсіздік. Идея не? Идея шынымен ол ұрпақ сондай жаңағы біз ойлағанда әлсіз ба? Бір кісі әлеуметтік желіде бүйтіп жазған еді, сол алашордалықтарды меңзеп. Репрессияға шыдаған ұрпақтың депрессияға шыдамай жүрген ұрпағымыз деп ше енді андай. Сөз үйлесімі ұйқасы ретінде күшті идея ретінде. Бірақ мен осыны бір ойланып жүрдім, шынымен мысалы айталық қазіргі ZY ұрпақ оның алдындағы миллениалдардан немесе айтақшы қазіргі біз алашордалықтардан шынымен біз әлсіз бе? Енді бұл андай бір тым бір даңдайсыған әңгіме болып естілуі мүмкін, бірақ менің ойымша жоқ. Біздің ұрпақтар ретінде ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Біздің танымымызда болсын, біздің қабілетімізде болсын, жаңа сіз айтқандай бізде керісінше мүмкіндік көбірек болмаса, нақты аз емес. Бірақ неге онда біз жаңағыдай әлсіреп қалып жатырмық? Неге жаңағы орысша айтқанда выгоранияға шалдығып қала береміз деген кезде осы жердің жауабы мақсатта сияқты. Дұрыс қойылмаған мақсаттар. Біз өте бір шолақ мақсаттар таңдап алғанбыз. Жаңағыдай тар мақсаттар. Содан біз тез өртеніп кетеміз. Жаңағыдай нәтижеге бағытталған мақсаттар қойып алғанбыз. Оларда ондай нәтиже болған жоқ қой. Ондай мақсат қойған жоқ. Олар одан кең мақсат қойды. Кәдімгі стратегиялық тұрғыда мақсаттар қойды. Сол жаңа Ахмет ұлтұстазында 3-ші мекен, 4-ші мекен сериясында бір күшті сахна бар. Саңғытып тергеуші. Өзі бүйтіп ақырындап өзгеріп жатады ғой. Сол кезде ана сұрақты қояды ғой. Неге осының бәрін неге жаздыңыз дейді ғой. Не қинап жүрсің өзіңді? Сен осы жазған аяқтан адамдар мақтап дәріптеп жазып соның мадағын алып жаңа медалін алып отыр. Сен мына жерде көретін мынау деген. Сол кезде ол кісі мынандай бір мен ол кісі сияқты бүйтіп мындай сөз тура жеткізе алмаспын. Мүмкін соны бір осы жерге қоссаңыздар тіпті тамаша. Мына бір дүниені айтады да. Маған берілген бір уақыт бар. Мен түрмеге отырамын ба, отырмайын ба, ол одан ұзарып, қысқарып қалмайды. Бізде қазір адамдардың түсінігі осыны ұзартып қысқартуға тырысады да, бүйтіп мәңгі өмір сүретіндей, немесе өмірді ұзартуға тырысатындай әрекеттер жасайды ғой. Жоқ. Енді осы берілген уақытта осы бір ыдысты деп айтайықшы, мен қандай мазмұнмен толтырамын? Осы маңызды дейді. Андай бір түйінді айтады да, миссия деген тақырыпты қазақи түсінікпен өмірлік мазмұн деп жауап береді. Абақтыға отырдым ба, қудаландым ба, оның бәрі қызық емес. Мен осыны қандай мазмұнмен толтырдым? Мынау енді білмеймін, нағыз бір кең миссиялардың бірі да. Біз қазір бүйтіп ойланамыз да, не істеп жүргендігім маңызды деп. Мектепте жүрмін ба, жоқ, жаңағыдай бір қылмыста жүрмін ба, жоқ, мынандай мектепте мықтырақ крутой мектепте жүрмін ба, жоқ, мықтырақ танымал компанияда жүрмін ба, не істеп жүрмін деген мен ойланамыз да. Ал ол кісілер не істеп жүргеніне қарасақ, қатты күшті емес, андай бір үлгі алатындай әрекеттер емес, егер не істеп жүргеніне қарайтын болсақ. Бірақ не үшін істегеніне қарасақ, нағыз үлгі болатын әрекет та. Енді бізде осы жетіспейтін сияқты. Яғни бірінші себеп қазіргі уақытта қиындықтың аз болуы біздің мына андай қалай десек болады, әлжуаз болуымызға әсер етіп жатыр. Ол кезде қиындық біздікінен салыстырғанда әлдеқайда үлкен болды. Қазір де қиын болса, бізден де мықтылар шығатын еді. Андай түн қараңғы болған сайын жұлдыздар жарық болады дейді ғой. Яғни бірінші кезекте осы қиындық, екінші кезекте дұрыс қойылмаған мақсат. Қазіргі уақытта бағанағы біз қарап тұрсақ, шынында да сіздің жаңа себеп салдар деген айтқанда есіме түсіп отырғанда қорытып отырмын да, ол кісілердің мақсаты, жұмысы себеп болған ғой. Мысалы ауылдағы балалардың мысалы білім ала алмай жатқандығы деген секілді. Ал енді біздің қазіргі мақсаттар салдар болып жатыр ғой. Қазіргі мақсаттарымыз салдар болып жатыр. Енді қазіргі уақытқа оралайық. Енді біз ол кісілер секілді сондай бір үлкен бір жігермен жұмыс жасау үшін бізге не істеу керек? Қиындықты қолдан көбейту керек пе? Әлде андай мақсатты қоятын кезде дұрыстап бір ойлану керек пе? Енді осы бір қиындық пен мақсаттың ортасында қайсысына басымдық бергеніміз дұрыс? Сол турасында әңгіме қозғап көрсеңіз. Екеуі қатар сияқты. Мынандай бір неге айтайықшы. Енді қиындық ана мағынада, бұл дискомфорт мағынасында, жаңа комфорт зонасынан шығу мағынасында ғой жерде. Маған дискомфорт керек. Комфорт зона керек, андай комфорт зонадан шығу керек. Бірақ біз ана комфорт зона деген андай қылып түсінеміз да. Атына қарап, ол жайлы орта деп ше андай. Мен мысалы жұмсақ диванда отырсам, осы комфорт зона деп.
Ол емес қой комфорт зона деген. Комфорт зона деген ол әрекеттермен өлшенеді, қабілеттермен өлшенеді. Комфорт зона деген мен істей алмайтын зат. Өкінішке қарай, мысалға, біреу адам өлтіре алатын болса, оның қолына адам өлтіру келсе, адам өлтіру оған комфорт зона. Былай жалпы қараған кезде қалай адам өлтіру комфорт болуы мүмкін деп ойлауыңыз мүмкін ғой. Бірақ ол адам үшін ол комфорт зона. Тура сол сияқты біреуді алдау, арбау біреу үшін комфорт зона. Өйткені ол қолынан келетін әрекеті сол ғана оны. Жеткізіп алдым ба? Яғни комфорт зона біздің қабілеттерімізбен өлшенеді ғой. Егер мен қазір компьютерді тере алмасам, қарамай. Тере алмасам, ол мен үшін комфорт зона емес. Соны үйренуге тырысу, істей алмайтын әрекетін істеуге тырысу, осы комфорт зонаны бұзу ғой. Андай бір жайлы жерде отырсаң, қатты жерге барып отыру деген сөз емес деп ойлаймын. Түсіндіре алдым ба? Жастықты тастап, қатты жерге барып ұйықтау деген. Енді оның да пайдасы бар шығар. Бірақ анау комфортты тіке мағынасында емес, қабілеттер тұрғысынан түсінсек. Басқаша қарайтын сияқтымыз да, қиындықтар деген затқа. Ал енді мақсатқа қатысты мынандай бір қызық не бар. Мен бұған өте көп деректер бар, әлеуметтік материалдар, зерттеулер. Адам қандай да бір жетістікке жету үшін оның жаңағы назары мақсаттан кетпеу керек деген. Сол мақсатқа назарын ұстап тұру керек. Сол енді ұзақ мерзімді мақсат болса, шынымен кәдімгі ұзаққа қойылған мақсат болатын болса. Уолтер Мишелдің жасаған зерттеуі бар, танымал зерттеу. Ең бір көп қайталанған тәжірибе болып саналады. Кішкентай балаларға маршмеллоуды қойып қойып, зефирді қойып қойып жасалатын эксперимент қойды. Бір мәнін айта салатын болсақ, балаға зефир қойылады, айтады: мен келгенше мына зефирға тиіспесең, мен қазір саған 2 зефир қылып беремін. Шыдаған 33% бала болады. Кейін солардың өмірінде дүниеви жетістіктер бар екендігі анықталады. Сонда не себеп болды олардың ерік жігерінің ұстауына деген кезіне? Олар 2 әрекетті қатар істеген. Біріншісі, мына зефирға қарамаған, яғни қазіргі бір игілікке, жақсылыққа қарамаған, қазіргі бір жеңілдікке дейікші. Мысалы, қазір мен ұйықтай ұстасам болады деген сияқты ғой қазіргі зефир. Бүкіл зейінін ана 2 зефирға қойған, болашақта болуы мүмкін. Мақсат. Мақсаты сол болып тұр да оның. Мысалы, білмеймін, мен қазір таңда тұрып жүгірсем, немесе ұйықтай ұстасам деген екеуі сияқты ғой. Анау кейін болуы мүмкін. Ұзақ. Енді осы жерде бұл зерттеудің мәні не деген кезде, кім жетістікке жетеді дегенде ол кісі бүйтіп жауап беруге тырысады. Кешіктірілген марапатқа дайын болған адам. Түсіндіре алдым ба? Бағанағы сіздің айтқаныңызбен үйлесетіні, біз тез нәтиже қалап жатырмыз, бірақ шынайы жетістікке, баянды бақытқа кім жетеді? Кешіктірілген марапатқа дайын болған адам. Мен қазір терлеймін, тер төгем, көз майын тамызып, кәдімгідей бір әрекет етемін, бірақ оның марапаты қазір емес. Біз қазір күтіп тұрық та. Жеткізе алдым ғой да? Керісінше мен сол қаншалықты ұзаққа кешіктірілген марапатқа дайынмын, соншалықты мен ұтымдымын ғой. Яғни андайда нәрсе бар, мысалы бағана тестке қатысқан балалар енді несін назарын кедергіде ұстаған, алдында компьютерге қарай берген бала. Шыдаған балалар ұстамаған керісінше. Қалай? Шыдаған балалар ана алдында тұрған зефирға қарамаған. Қарамаған, яғни бұл жердегі қорытынды былай ма? Назарды кедергіде емес, мақсатта ұстаған адам. Назарды кедергіде ұстаған адам, онда ол ұтылды. Назарын мақсатта ұстаған адам ұтты. Тура сол сияқты назарды қорқынышқа бұрған адам ұтылды. Біздің назарымыз андай бағанағы шектеулі ресурс қойды. Мынаған бұрсаң, мынаған бұрылады, мынаған бұрсаң, мынаған бұрылады. Мақсатқа бұрмасаң, ол автоматом кедергіге бұрылады. Мақсатқа бұрмасаң, автоматом кедергіге болады. Мынандай бір мысал келтіріп қойайыншы. Мотоцикл үйренуге бардық. Бір жаттығулардың бірінде жылан дейді, змейка деген жаттығу бар. Конустарды қойып қояды, соның ортасымен жүру керексіз мотоциклмен. Қиын. Мен ана конустарды жинаймын ғой қайта келіп қалған бәрін. Ана қайта қоятын кісі енді шаршап кетті ананы қойып ше. Мен үшін ғана қойып жүр ғой. Сосын маған айтады, конусқа қарама дейді. Қалай қарамаймын? Не қылып қойып қойдыңыз алдыма, егер қарамау керек болса деймін бе? Жоқ, сен конусқа қарасаң, сенің бүкіл денең соған қарай жүреді дейді. Сен көзің қайда қарады, денең сол жаққа жүреді дейді. Маған бір 40 минут керек болған жар ананы тәжірибеден өткізіп көру үшін. Енді қайда қарайын десем, конустың арасындағы жолға қара дейді. Сен сол жолды көріп үйренген кезде, денең сол жолмен жүре бастайды. Шамамен сол 1 сағаттың ішінде ма істеп үйрендім. Конус жоқ болып кетті мен алдымда. Тұр олар өмірде. Бірақ айтқым келіп жатқаны, сен жолды көре алған кезде, кедергі болып тұрған конустарды көрмей бастайсың. Керісінше назарың кедергіге ауып қалды ма, денең сол жаққа кеткен сияқты, бүкіл ойың сол жаққа кеткен сияқты, жол жоғалып кетеді.
бұл жерде мынандай болуы мүмкін, мысалға бір жас адаммен бір тәжірибелі кісіні алып көрейік. Жас адам бүйтіп қарауы мүмкін да, мен бір істі бастауға қорқып тұрмын. Жаңағыдай кедергі мен жолдың не әңгімесі сияқты ғой. Өйткені мен кедергіні көріп тұрмын да ол жерден. Менің кедергім, егер салмақпен өлшейтін болсақ, 5 килограмм. Қорқыныш мысалы ол. Той мынаны істесем жаңағы, кітапты оқысам түсінбеймін деген сияқты. Тура сол кезде ана кісіге қараймын да, тамсанам, мынау қалай істеп жүр деп. Бірақ оның кедергісі сіздікінен 10 есе көп болуы мүмкін да, 50 килограмм болуы мүмкін, 5 тонна болуы мүмкін. А неге ол істеп жүр? Өйткені оның жолы одан да көп болып тұр ғой. Яғни бізге кедергінің көлемі маңызды емес, кедергінің салдары маңызды емес. Жол, біздің мақсатымыз одан да үлкен болса, яғни біз барынша кешіктірілген марапатқа дайын болсақ, біз шыдап беретін болдық қой. Ал енді сол мақсат бар ғой. Мақсатты қойған кезде, жаңағы үлкен мақсат қою үшін, ұзақ мерзімді мақсат қою үшін, ол мақсатты жалпы қалай қоямыз? Қарапайым сұрақ. Енді қазір бізді қарайтын аудитория ол оқушылар, студенттер. Үлкен аудиториядан мамандар қарауы мүмкін, бірақ негізгі 70-80% аудитория ол осы жаңа сіз айтқан периодта жүрген кісілер ғой. Мектепті енді бітіріп жатыр, университетте оқып жүр деген секілді. Енді олар үлкен мақсатты қалай табады? Бірінші бір үлкен мақсат деген критерий дұрыс емес сияқты дейді. Енді ұзақ мақсатқа келу керек қой, ол бірақ біртіндеп келген кезде мына тұрғыдан қойсақ мақсаттарды. Енді мақсат бұл таза саналы адамзаттың ойлап тауып алған заты. Өзіміз құрастырдық, мынандай бір табиғатта ол алма сияқты бар зат емес қой. Біз құрастырдық деп айтқан дұрыс емес, қате мынау. Біз оны дәріптедік дейікші, мақсат қойылу керек деген. Мысалы, менеджмент, оның ішінде жоба менеджменті, project менеджмент деген ішінде мақсат қою деген бір. Мақсат қоюдың біз өткен кезде 16 құралын өттік. Мынандай құрал бар, мынандай бар деген сияқты. Соның біреуі смарт қой. Смарттар жаңағы мақсаттың критериялары. Мақсаттың специфик нақты болу керек, менеджер, интернеттен тауып алады. Бірақ мен өзім қолданатын мақсатқа қатысты мақсаттың чек-листі деген бар. Мен қазір есіме түсіріп көруге тырысайын. Мейлі мен тұрмыстық мақсат қойдым. Мейлі жаңа кітап оқимын деген мақсат қойдым. Мүмкін телефон ұстамаймын деген мақсат қойдым. Университетке түсемін деген мақсат қойдым. Бір курсқа барам деген мақсат қойдым. Маңызды емес. Ол осы 5 критерийға сай болса. Сол кезде ол мақсат менікі бола бастайды ғой. Менікі болу маңызды. Осы менілікке қазір бір оралайық ұмытып кетпей. Мен есіме түсіріп көретін болсам, 5 мақсаттың біріншісі, ол мақсат мені қарым-қатынасқа жетелей ме? Яғни менің бір қандай да бір адаммен қарым-қатынасымды жақсарта ма ол мақсат? Егер мысалы мен бір курсқа бардым да, ол курсқа жаңағыдай бір маркетингті үйрену үшін бардым десем, ол күшті мақсат емес. Маркетингті үйрену үшін барып, сол жердегі адамдармен мысалы іскерлік қарым-қатынас құру дейтін болсаңыз, ол мына бір чек-лист өтті да, бір нені қамтамасыз етті, қажеттілікті. Тағы бір қажеттілігі, бұл мақсат мені жомарт, дарханырақ ете ме? Яғни бұрынғыдан бір бөлісуге жақсырақ итермелей ме? Бұл мақсат менің қабілеттерімді шыңдай ма? Яғни мен қазір істей алмайтын бір заттарды істеуге итермелей ме? Қалған екеуі есімде жоқ, қателеспесем, бірақ осы үшеуі негізгі сияқты. Яғни мені дархандыққа жетелей ме? Мені қарым-қатынасымды күшейте ме? Менің қабілеттерімді, жаңа қабілеттерді үйрете ме деген сияқты. Мынандай бір қызық не бар, енді бір сөзге дейікші. Бір топ жастармен, шамамен сіздердің жастарыңызбен бір сұхбаттасып аттықтым. Сондай сұрақ болды мақсатқа қатысты. Сосын жаңа менікі болу керек, мақсат менікі болу керек деген дүние айтылды. Енді алыс үлкен мақсаттан бөлек, бірінші ол менікі болу керек. Мысалы бағанағы мақсаттары Ахмет Байтұрсыновқа ол оныкі ғой кәдімгідей. Ол жан тәнінен бойынан өткізген мақсаты да. Сол кезде мынандай сұрақ қойылды. А менікі ме, менікі емес пе, қаяқтан білеміз? Түсіндірдің бе? Мен мысалы көлік алғым келеді. Дубайға барғым келеді. Не болуы мүмкін? Миллион тапқым келеді. Кітап оқығым келеді, кітап жазғым келеді. Деген сияқты мақсаттар енді адам қазір білмейміз ғой, не бар? Нөмір 1 мобил көріп болғым келеді деген сияқты. Сол мақсаттарыма қатысты мынандай критерий бар екен да. Менікі ме, менікі емес пе анықтаудың бір жолы. Елестетіңіз, сіз сол мақсатқа жеттіңіз. Шарт. Сіздің жеткеніңізді ешкім білмейді. Сіз оны ешкіммен бөліспейсіз. Не сезінетініңіз? Мысалы мен бір көлікті аңсап жүрмін да. Мысалы Ford Mustang алғым келіп жүр. Алдым, әлеуметтік желіге салмаймын. Ешкімге айтпаймын. Мен оны не үшін алдым? Аны нүктесінен бұл нүктесіне ләззаттанып, рахаттанып бару үшін ғой. Мүмкін бір балалық қажеттілігімді қанағаттандыру. Соны орындап жүре беремін.
егер осындай болса ол мақсат сенікі. менікі. Ол сенікі. Қандай дүниеви тар мақсат басқа болса да ол сенікі. Егер мен оны әлеуметтік желіге салуым шарт, басқалар білу керек мен оны алғанымды, онда ол менікі емес. Және ол мақсат мен жақсылыққа апармайды. Жеткізе алдым ба да? Түсінікті. Яғни сондықтан құрметті қарап отырған оқушылар, студенттер, егер бір андай қысқа өлшемі, егер сол мақсатқа жеткен кезде ол әлеуметтік желіде бөліспейтін, мақтанбайтын болса, онда ол өзінікі. Ал егер оны бір мынаны алған кезде Инстаграмда бүйтем, авилограф жалдаймын, дронмен түсіремін деген әңгіме болса, онда ол уже біреудің мақсаты. Біреудің мақсаты үшін тырысу ғой. Мен ұрлап алғам. Енді ол андай бір басында бір қалыпты болып көрінеді, біреудің мақсатын ұрлау, соны қайталау, жоқтан жақсы ғой деп қарау ше. Бірақ түбі жақсылыққа апармайды. Сонысы ғой проблема. Өйткені мен ертең біреудің өмірін сүріп кетемін, а ол мен үшін жауап бермейді. Күшті жауап болды. Енді бір мынадай нәрсеге қарайықшы. Бұл жерде әңгіменің барлығы айналып келген кезде сүзгіге келіп тіреледі ғой. Әркімнің өзінің сүзгісі бар. Әркім әр жерде ақпаратты айтып жатыр. Мысалы, сіз бұл ақпаратты былай айтып жатырсыз, басқа жердегі адам басқаша айтуы мүмкін. Сізге қарама-қарсы болуы мүмкін пікірі. Бірақ енді ол тыңдап отырған адам сізді тыңдады, ол кісіні тыңдады. Енді осы жерден тыңдалған ақпараттарды өзіне қабылдау үшін сүзгісі керек ол кісінің. Содан өткізеді, содан кейін ақпаратты қабылдайды. Өкінішке қарай бірінші кезекте көбінде сүзгі жоқ. Не айтылса да бәріне амал етіп кетіп жатырық, тыңдап жатырық деген секілді. Енді бір осы бір сүзгі, берік сүзгі немесе дұрыс сүзгі дейміз ба, қалыптасу үшін біз не істеуіміз керек? Мынандай бір дүниені айтып көрейік. Бір курс болды. Курсқа 40 мыңның үстінде адам қатысып жатыр. Қазақстанда ма? Иә, андай бір. Ол андай курстың айталық сапасы, егер шынын айтатын болсақ, ойдағыдай емес. Бірақ енді сапасын жетілдіруге бір амалдар жасайсың ғой. Мысалы енді кәсіпкер ретінде сен ойлансың, не үшін мен оны жақсартуым керек оның сапасын? Егер бәрі риза болып тұрса, жақсартасыз ба? Жақсартпайсыз ғой. Сол кезде мысалы сол 40 мың адамнан сауалнама алып көрген кезде мынандай бір не болды да, ой болды. 91% адам мынау курс тамаша деп жатыр. Вау деп ше. Сәйкесінше оны жақсартудың, жетілдірудің еш қажеттілігі жоқ. Соған риза болып тұр. Оның өлшем бірлігі сол болып тұр да былайша айтқан кезде. Екіншісі бір сұрақ қойып көрдік. Бұл сіздің нешінші онлайн курсыңыз қатысып жатқан? Басым көпшілігінде бірінші онлайн курс қатысып көріп жатқан. Қалған пайызында екінші. Болды, үш деген жоқ. Яғни менде әлі орысша айтқанда жаңа не с чем сравнивать, салыстыратын ештеңе жоқ болып тұр. Автомат түрде адамда жаңағыдай бақыт сезімі бар ғой. Білмеймін, мысалы бір кішкентай бір шағын ауыл, бір шектеулі жабық ауылда алатын болсаңыз, сенің көлігің ғана бар болса, басқа ешкімде көлік жоқ болса, сен көлігің қандай болса да сен бақытты боласың. Өйткені салыстыратын ештеңе жоқ. Мына жерде де тұру мәселесі сол мәселе орын алып тұр да. Бұдан не айтқым келіп тұр? Бағана сүзгі дегеннен гөрі талғам деп айтсақ. Сүзгі ол бір сындарлы ойлау ретінде қалыптасу керек, ол сөзсіз өз алдына бөлек. Бірақ мына жерде бізге менің ойымша бір талғам керек сияқты. Мысалы қазір жастарда талғам бар ма? Бар. Музыкаға талғам бар ма? Бар. Киінуге талғам бар ма? Бар. Әке-шешесінен жақсырақ болуы мүмкін бе талғам? Тағы сол сияқты әдемі өмірге, көліктерге талғам бар ма? Бар. Бірақ ойға ше. Ой талғамы бар ма? Енді ой талғамы қалыптасу үшін жаңа сіз айтып отқандай не болу керек? Музыканың талғамы қалай қалыптасты оларда? Музыка тыңдау арқылы. Иә. Бір критикалық массаны жинағаннан кейін тыңдай берді. Маған мына музыка ұнайды екен деген сияқты. Киімге талғам тура солай. Я біреудің, я өзінің ананы көрді. Яғни талғам тұтынудан кейін қалыптасады. Бізге тұтыну керек болып тұр ғой. Енді бағана кітаптың тақырыбымен байланыстыратын болсақ, кітапқа да талғам тұтынумен қалыптасады. Мен кітап оқу арқылы ғана мен кітапқа талғам қалыптастырамын, басқа мүмкін емес. Мен музыка тыңдап кітапқа талғам қалыптастыра алмаймын. Мына жерде сүзгіде біз адамдардың пікірі қайшы болып қалды деп кейде алаңдаймыз ғой. Керісінше сол пікірлердің қайшылығы керек. Мен сол пікірлердің қарама қайшылығын іздеуім керек. Мысалы қазір мына сұхбатты тыңдады ма, осыған қарсы пікір тауып алсын интернеттен. Ізденсін сол қарсы пікірді. Яғни осыны жоққа шығаратын зерттеулер қарасын. Ол күшті. Яғни мен бір пікір естідім, соған қарама қарсы пікір естідім. Осы қарама қайшылық адамды дамытады. Біздің қазіргі мысалы білім берудегі проблемамыз, біз бір жақты ақпарат береміз. Қарапайым тұлғалар туралы ақпарат берген кезде біз оның тек бір жақсылықтарын айтамыз. Анау бізде бір сакрализация дейді ғой, бір қасиеттендіріп оны бір биікке көтеріп жібереміз да. Ол бейне бір періште сияқты болып кетеді біз үшін.
жоқ, оның да бір олқылықтары болды ғой, оның да қателіктері болды, ол да пенде. Яғни мысалы тура алашордалықтардың өзінің бірін-біріне жазған арызының мәселесін көтеру, айту бізгілер жоқ деп қарайды ғой. Жоқ, керісінше солар айтылса, яғни пікірлердің қарама қайшылығы адамды дамытады. Бұл жалпы педагогиканың заңдылығы. Дамудың басты факторы ол қарама қайшылық. Менің ойымда қарама қайшылық болса, менің ойым дамиды, ой талғамым қалыптасады. Ой талғамым қалыптаспаса, енді басқа талғамдардың қалыптасқанынан пайда жоқ. Мысалы тамақтың өзінде де әркім біледі ғой, мен мынандай тамақ жеймін, мынандай тамақ жемеймін деген сияқты. Ол талғамда жегеннен тұтынғаннан қалыптасты ғой. Мынау да тура осылай ғой. Кітапқа талғам қалыптаспаған қаншама жастар бар. Ойлаңызшы, 30 жасында бір кітапты оқып, өмірімде оқыған алғашқы кітабым деп отырады. Оны сөзсіз ұнайды ол кітап. Аяқтаған үшін ғана ұнайды ол кітап ол кезде оған. Өйткені талғам жоқ. Ол өмірінде андай, білмеймін, бургер жеп көрмеген адамға кез келген фастфудты берсең ұнатады ғой. Тура сол сияқты ғой. Жаңағы талғам тұтынудан пайда болады деген, мен былтыр Алматы офлайнда директор болдым. Сол кезде біз мынадай нәрсе жасайтынбыз. Кураторларға оқуға кітап беретінбіз. Кітап берген кезде мен мынадай нәрсені байқайтынмын. Кітап қалай болды деген кезде, бұрын кітап оқымаған кісілер күшті болды деп айтады. И енді мен білем ғой, кітап оқитын, андай бір жұмыстың уақытында, үзілістің кезінде, жұмыс аяқталған кезде кітап ашып оқып отыратын адамдар болады ғой, олар сын айтады. Негізі ағай көңіліңізге тиіп қалмасын, но бірақ мына кітап онша емес болды дейді тұрып. И сол кезде барып андай не қылатын да, ол кезде анау талғам тұтынудан пайда болады деген сөзді мен білмеймін. Бірақ менің ойымда андай нәрсе бар. Кітап оқитындарға ұнамайды деген. Кітап оқитындар сын айтады. Кітап оқитындар қазір ана кітапты беріп жатқан кезде де кітап оқитындар сын айтады, ал кітапты енді оқып жатқандар олар оқи береді деген. Сондай бір ішімде бір тұжырым болатын да. Ашық қой аналар әлі. Кинода да солай. Кино көрмеген адам, мысалы кинокритик қандай бар, ол киноның бәрін ұната береді. Ол андай мән мағынасы болса да, о күшті деп ше. Бір не есіме түсіп жатыр. Жалпы біз мына кітап деген тақырыпты немесе басқа тақырыпты талқылап жатқандығымыздың өзі негізі қорқынышты ғой. Бұл біздің қоғамның диагностикасы деп қарайтын болсақ, менің ойымша біз бұны талқыламау керек едік. Бұл андай тыныс алу сияқты қалыпты зат болу керек еді да. Кітап оқымау деген қорқынышты болу керек еді, қалай ол деп ше. Біз бір енді қазіргі стандартымыздың түсіп кеткендігі ғой. Кітап неге қатысты, талғамға қатысты. Біз мынандай бір тәжірибе жасап бастаптық та, бірнеше жыл болды. Ұлдарға бірінші кітапты оқытып барып, соның киносын көрсету. Түсіндіре алдым ба? Қандай да бір шығарма бар болатын болса, оның экранизациясы бар. Енді танымал болса, соны бірінші оқиды ол, содан барып көреді. Мысалға, Харри Поттер. Харри Поттерді оқиды, содан барып Харри Поттерді көреді. Мүлдем басқа қабылдау болады анау. Харри Поттердің киносына бандай мына сахнасын тастап кетіпті, негізі бұл былай емес деген сияқты талғаммен қарап отырады да. Қарапайым ана Киплингтің Мауглиді оқып барып көрген бала, сана Багира негізі бұндай емес деп айтып отырады деген сияқты ғой, түсіндіре алдың ба? Ал кітапсыз ана бірден ананы көрген адам, мен тамсанады ғой. Анау бірде қоса салайыншы, кешіріңіз. Александр Бектің Арпалыс деген шығармасы бар, еңбегі Бауыржан Момышұлының Мәскеуді қорғаған туралы. Волоколамское шоссе орысшасы. Сол бойынша сериал түсірілді. Ақан Сатай түсірілді, қателеспесем. Түсін сол кезде біз көрген кісілерден сұрадық. Сол сериалды көрген кісілер қалай болды? Тамаша, әсерлі, күшті. Волоколамск тас жолын Арпалысты оққан кісілерден көргеннен кейін сұрадық та. Онша емес дейді да, нашар. Бауыржанның образы ашылмаған деген сияқты. Кешірім сұраймын, болып жүрміз. Жоқ, нормально. Бізде жаңа айтып жатырған кезде есіме түсіп қалды да. Тура бір осы оқиға, анау Оян қазақ бар ғой. Оян қазақтың толық сериалы шықты ютубқа. Сол кезде мен оны негеден 2 рет көргем. Анау киноға шыққанша 2 рет көргем. Кино несін ұсынды ғой үлкен сахнада. И сол кезде ұсынып жатырған кезде андай бір ішімде андай болды да, ай мына жерді тастап кетті, ай мына жерді тастап кетті деген сияқты. Мысалы ана бір ерекше жігерленген жері болды да. Анау аш кісі аттың санын кесіп беруді сұрайды ғой. Сол аттың санын кесіп берген жер үлкен экранға шықпай қалған да. Мысалы ана аттың санын кесіп беруді сұраған жері ана кісінің қаншалықты жағдайының қиын болғандығын, аштық заманы қаншалықты қиын болғанын көрсеткен сахна еді да. Ал ана жердегі анау қазақ жігіттер тұрып енді кесіп береді ғой тірі аттың санын. И ол жердегі кесіп беру тағы да анау бір адамның қаншалықты жомарттылығымен и ана жердегі кісілердің жағдайының тағы да қаншалықты не болғандығын, аянышты болғандығын көрсететін сахна болды да негізі. Анау экраннан көрсетпей қалған кезде менде ой болды, ай мына жерді көрсету керек еді. Ай алып тастағаны дұрыс болмады деген секілді. Сол кезде барып жаңа сіздің айтқаныңыздан есіме түсіп жатыр. Қорытынды, талғам әрқашан тұтынудан пайда болады. Тұтыну болмаған жерде талғам болмайды. Өте күшті болды. Осы жерде ой талғамы болса бізде соған жұмыс істесек,
андай кез келген ойды тұтына бермей тамақ деп қарайтын болсақ ойға бейберекет тамақ жей бермейміз ғой енді ұнайтын тамақ жейміз деген сияқты пайдалы тамақ жейміз деген сияқты ұнамаса да тура сол сияқты ана ойды сұрыптай алсақ мысалы менің айтқан заттарымның ішінен бір 10-ның біреуі ғана оларға пайдалы болуы мүмкін да соны бүйтіп мынау маған керек немесе керек емес деп қарасақ күшті болады. Жаңа ой талғамы деген жерде мынаны қосып жіберсек бола ма? Жаңа сіз айттыңыз ғой, сіз айтқан кезде сіздің айтып жатырған сөзіңізді мен өзімнің жаңа өмірде көргеніммен соған салып көріп жатырмын. Ана кезде мынадай болған екен ғой деген секілді. Енді анау айтылған ақпарат, кез келген подкаст болсын, кез келген интервью болсын, кітап болсын, сол жердегі айтылған ақпаратты мынау біз өзіміздің өмірімізде болған оқиғамен бүйтіп салыстырып көрсек, бұл ой талғамы деп айтуға келе ма? Бұл сол ой талғамның қалыптасуына бір әсер ететін әрекет шығар. Андай бір көруге ше. Бұл жерде мынауындай бір теңеу бар маған ұнайтын. Біз ана айтамыз ғой, ой пайдалы болды дейміз ғой. Ақпарат подкаст тыңдаңыз. Менің ойымша ол пайдалы деген баға өте ауыр баға. Ол пайдалы болмайды ешқашан. Қандай да бір әсіресе мынандай сұхбаттарда біз берген ақпараттар, бөліскен дүниелердің бәрі ол бір шикізат деп қарасақ, материал ол. Дайын кебін емес. Мен оны алып өзіме ықшамдау керек. Жаңа сіз айтқандай, өзімнің бір мысалдарыммен, өзімнің тәжірибеммен өзіме пішіп, өзіме туралап киіп алуым керек қой. Сол кезде ғана ол маған менің білмеймін жылу беретін я тәнім жабатын бір жабдыққа құралға айналады. Ол жаңа сіз айтқаныңыз өте маңызды ықшамдау. Ол да бір талғамды қалыптастыруға жұмыс істейтін зат шығар. Ол бағана тұтыну деп қараймын да. Осы процесте ақпаратты бүйтіп алып жаттап алу емес. Мынау бүйтіп айтты, анау бүйтіп айтты деп. Оны алып өзіңе бүйтіп өзіңнен өткізу, ол тұтыну деп ойлаймын. Яғни тұтыну процесі осы кезде жүріп жатыр. И осыдан егер кейін салыстырып жатсаңыз. Осыдан кейін барып жаңа ойдың талғамы осы тұтына беруден осылай тұтынудан пайда болады. Мысалға дейік, бүгін тағы бір қонақтарыңыз болды ғой, негізгі қонақ. Сол кісі келген болатын болса, мына жерде мүлдем басқа сұхбат болатын беді. Өйткені ол кісінің ойы айтылады. Адамдар автоматты түрде салыстырады. Егер мысалға сіздер пікіріміз қайшы адам шақырсаңыздар, ой мүлдем басқа ой тұтынады ол кісілер. Енді бұл кісілер қазір осы сұхбаттан тағы бірдеңе тыңдаса, тура солай ғой. Әлеуметтік желімен байланыстырып көрейікші. Әлеуметтік желінің мысалы Инстаграмның алгоритмі қалай жұмыс істейді? Сізге не ұнайды, соны ғана көрсетеді. Сіздің ақпараттық кеңістігіңізді, ақпараттық әлеміңізді қолдан жасайды. Сізге ұнамайтын ақпаратты көрсетпейді. Өйткені сіз шығып кетесіз сол кезде. Сізді яғни бір қозғайтын тақырыптарды ғана алып шығады да. Енді менің сол бір жасаған жасанды әлемімнен, ақпараттық әлемімнен мен соның ішінде өмір сүремін де бәрі солай өмір сүреді деп ойлап қаламын ғой. Бір зат қоса салуға болады. Бізде Қазақстанда ғана шығар енді мүмкін ол. Әлеуметтік желінің рөлі өте жоғары. Құндылықтар сатысында биік тұра ма? Мысалға, мен сізге жазылмаған болсам, ол бір андай, екеуі ұрысып қалды деген сияқты, екеуі ажырасып қалды деген сияқты түсінік береді да ол. Тура сол сияқты екеуміз жазылған болатын болсақ, екеуі мынандай араласады. Жан дос деген сияқты. Сондай бір мағына беретін сияқты. Мысалы кейде болады, менің бір жазылған адамдар қарап, сынаған жазылған екенсіз ғой деп ше, андай бір қалай деген сияқты. Енді ол пікірмен келісесің деген сөз емес қой, жазылдың деген сөз. Білемін, мен солай қараймын, енді бір еркін қараймын. Түсінікті. Енді біз мына тақырыпқа келсек, сіздердің жақында мынау кітап. Сол тақырыпқа қарай ауысып көрейік. Кітап жасалып жатыр. Уже дайын ба? Бүгін шықты. Қазір кетті кісі алып келуге. Мен әлі көрген жоқпын бірақ. Қазір бұйырса подкасттан кейін қолыңыз бастап көресіз. Бұйырса мына кітап қой. Мынау енді сол мұқабасының дизайны ғой. Енді ол кітапты сіз бұрын негізі көп айтатынсыз сұхбаттарда. Осы кісі айтқан, осылай айтқан деген секілді өте көп жиі еститініміз андай ғой. Бұл менің түсінгенім бойынша бұл кітап сіздің өміріңізде белгілі бір орын алған, немесе бір осы бір карьераңызда, жолыңызда бір белгілі бір бетбұрыстарға көмектескен кітап. Солай айтсақ болады ма? Солай айтсақ болады. Бағанағы педагогикаға бетбұрыс жасаған кісі деп айттық қой. Шолпан Әбілқызы. Сол кісі оқытқан осы кітаптың университетте. Барыңдар, оқыңдар деп. Бірақ ол кезде біз оның бір қадірін түсіндік деп ойламаймын. Аштық, парақтадық бағанағыдай, баға үшін. Сонымен жаптық. Университет тәмамдадық, кейін отбасылы болдық, әке болдық. Әке бола бастаған кезде менде андай бір ағаттықтарым бүйтіп шыға бастады да бүйтіп. Мен мынандай әлсіздігім бар екен, мен мынандай қателігім бар екен, мен мынандай минусым бар екен деген сияқты. Яғни әкелік ер адам үшін бір не сияқты ең бір ауыр емтихандардың бірі деп қараймын да. Және мен алғашқы емтиханнан сүріндім деп те санаймын. Сол кезде қайтадан кітапты іздеп кеттім ғой. Негізі кітап бір проблемадан кейін оқылса күшті оқылады өзі бір. Ауырып тұрған кезде дәрі күшті жағатын сияқты.
ананы іздеп кеттім ғой, осы бір қайдан ана бір кітап есіме түсті университеттегі. сол кезде қайта ашып орысшасын оқыдым, бірақ ол кезде құдайдың қалауымен анау маған өте көп мәселеге себепші болды, ем тұрғысынан. Одан кейін болашақтағы біраз мәселелердің алдын алуға да себепші болды да, көп проблемалардың. Содан бұл кітап менің тәрбие тақырыбында осы әкелік тәжірибемді байыту мақсатында оқылатын бір жаңағы жылына 4 кітап болатын болса, соның біреуі осы кітап қой. Қайта ашып парақтауыма себепші болды. Мен үшін бір андай бір телефонның ба, я бір жабдықтың ба, мысалы мына микрофонның бір баптаулары кетіп қалған кезде қайтадан бір калибровка дейді ғой, сондай жасап қояды ғой. Ол менің ішкі құндылықтарымның калибровкасы сияқты ол кітап. Содан кейін мен сүйікті авторым Сухомлинский, бұл негізі трилогия кітап қой, соның біреуі, біріншісі. Сонда мен үнемі жүрген жерімде айтып жүретін. Бір жігіттер бұны шығарды да. Бұл 76 жылы қазақ тіліне аударылған, қателеспесем, сол 76 жылғы нұсқасын тура солай алып шығарды бір кісілер. Мен ол кісілерге дән ризамын, олар андай алдыда кәсіпкер сияқты ма, жаңағы кәсіп тұрғысынан бірден шығарып жүрді, жылдамдықпен. Біздің нұсқада не өзгерді дейтін болсақ, бұл жерде біз енді қызынан рұқсат алдық, Ольга Василий қызынан. Одан кейін аударманы бірізді қылдық, 3 аудармашы аударған екен, біз бір аудармашы аударғаннан кейін бірізді болды десек болады. Одан кейін 1-2 моменттері бар. Аудармада қате кеткен, мысалы болмайды десе болады деп аударып жүрген деген сияқты. Орысша мен қазақшаның арасында. Сондай бір өзгешеліктер болды. Және бір момент қазіргі оқырманға икемдедік. Бағанағы тіс бату тақырыбына байланыстыратын болсақ, мысалы бұрынғысында құрмалас сөйлемдер, бір сөйлемде бірнеше ой көп болатын болса, біз соны барынша ықшамдауға тырыстық. Бағанағы айтқанда мысалдағы басынан бастап күрделі қылдық деген осы кітап па? Тырыстық бір идеялардың бірінде. Бұл жерде бұл кітап менде бірінші кезекте педагогқа пайдалы деп ойлаймын. Одан кейін ата-анаға, яғни мен кез келген педагог ата-ана болу ықтималдылығы бар. Сол ата-ана дегенде де андай бір өкінбейтін ата-ана болғысы келетін кісілерге пайдалы деп ойлаймын. Бала неғұрлым жас бол кезде оқып соң бұл кісінің маған ұнайтыны, мысалға даналық деген тақырып болатын болса, даналықтың 5 жолы деп қазіргі кітаптардағы сияқты іскерлік әдебиеттегі сияқты жазбайды да бұл кісі. Бұл кісі ситуацияны сипаттап, сол ситуациядағы өзінің реакциясын жаза отыра, даналықтың бір өнегесін көрсетеді. Сен ананы оқып отырып сіңіресің былайша даналықты ше. Яғни саған бір дайын нұсқаулық бермейді, жолдар бермейді, 1 2 3 4 5 деген сияқты. Андай бір өзі де айтады, бұл оқулық емес дейді. Бірақ ойландыратын кітап. Менің ойымша нақты бір ойландыратын кітап. Және бұл жерде біздің бір көздегеніміз ата-аналар оқыса, педагогтар оқыса, менің ойымша біраз баланың бақыты аман қалады. Біраз балаға андай оның шекарасына қол сұқпайтын боламыз, иә. Болашақта психотерапевттердің пациенттері аз болады, мүмкін қарттар үйде аз болады. Енді былай ғой, мынадай нәрсені айтсақ бола ма? Бағана айттыңыз ғой, негізі барлық ата-ана оқу керек бұл кітапта. Енді барлық адам ата-ана болады. Мүмкіндігінше. Барлық адам ата-ана болады. Енді демек, бұл кітапты былай айтсақ бола ма? Барлық адам оқу керек кітап. Нақты ұтылмайды, оқыса. Андай сіздің барлық адам қандай кітап оқу керек деген енді қазір бізде классика бар ғой, топ 1 кітабыңыз деген сияқты сұрақтар. Сол кездегі сіз үшін топ 1 осы кітап болып тұр ма? Енді дүниеви өлшемде, иә. Ал енді барлық адам оқуға ұсынатын кітап тағы да осы кітап. Сіздің ұсынатын. Андай нені ескермей, оның мұғалім екендігін, немесе айтишник екендігін, немесе дәрігер екендігін ескермей оқу керек барлығына ортақ кітап десе? Мен бұл жерде андай жалпы осы сұрақтың андай бір кітапты ғана алып шығуына қарсымын. Дүниенің шеңберімен алған кезде оның ішінде жаңағыдай әкелік рөліміз, аналық рөліміз ең бір маңызды деп қарайтын болсақ, және сіз айтқандай бәріміздің ата-ана болуға бір құлшынысымыз кемі бар деген санайтын болсақ, онда иә, онда осы кітап. Күшті. Енді мынадай бір нәрсені не қылайықшы, бұл балаға жүрек жылуы деген кітапты сіздің 1-2 сұхбаттарыңызды айтқаннан кейін мен сатып алдым. Қазақшасын, орысшасын? Қазақшасын. Қазақшасын сатып алдым. Бірақ оқып аяқтамадым. Тек бас жағын ғана оқып бастадым. Андай сіз айтып жүретін кезде менің ойымда андай ой болды. Бұл кісі кім? Давайте мен де оқайыншы деген сияқты. Сөйттім де ашып алып қойдым үйде тұрып. Енді мынадай бір нәрсе ғой. Ол версия бағана айтқандай бұрынғы аударылған формат. Енді сіздердің ұсынып жатырғандарыңыз қазіргі аударылған формат. Енді мен секілді адам болуы мүмкін, бұрын алып қойған, немесе бұрын бұл кітапты оқып қойған аудармасын. Енді бұл адамдарға мына жаңа форматты сатып алып оқыған қаншалықты тәуір немесе эффективті?
былай айтып көру керек шығар, енді міндетті түрде осыны алу керек деп ойламаймын. Менің көздегенім, енді осы жобаның аясында көздегенім, ол жалпы осы кітаптың оқылуы. Мысалы, ол орысша жақсы түсінсе, орысшасын алып оқысын. Бірақ аның ішіндегі идеялардың дәнін ексе санасына, содан өзінің тәжірибесі байыса, менің көздегенім сол. Ол дәл біздің кітапты алып оқу керек деп ойламаймын. Жаңа сіз айтқандай, оқуға болады, егер алдыңғы кітапты алып оған тісі батпаса, яғни ары қарай оқып кетуіне оның жаңа сөйлемдерінің құрмалас екендігі кедергі болған болатын болса, онда бұл кітап жақсы шешім болуы мүмкін. Одан бөлек, енді кейбір кезде адамдар андай бір кітаптың сыртқы пішініне қарап оқиды ғой, кейбір сары парақтарды оқи алмайды, жаңағыдай бір ескі кітаптарды оқи алмайды деген сияқты. Біз сол жағынан да бір жеңілдіктер жасауға тырыстық, ана дизайн тұрғысынан. Ішкі дизайн, түптеген, беттеген бір ыңғайлы қылып оқуға. Енді сондай бір бір аргумент болмаса, қайта оқып көруге болады деген. Мен мынаны көбірек қалаймын. Оқып, мен сияқты бүйтіп фанат деп айтуға бола ма? Деген бір фанат емес, андай бір оқыдық Ескендір мырза, түсінбедік болсын, немесе оқыдық Ескендір мырза, келіспейміз деген бір талқы болса деп ойлаймын да қазір ше. Сандай бір сол кітапты оқыған кісілермен отырып бір тереңдесек ан жерге ше. Яғни Сухомлинскийдің ұсынғандығы аксиома ма? Жоқ. Ол өзінің сол заманда жүріп өткен жолы. Я өзекті өнегелі тәжірибесі бар. Әлемге үшін сұрыптап қайталауға болатын. Бірақ түбегейлі деп айта алмаймын. Енді мына жерде бағана айтып қалдыңыз ғой, осы жерден енді сізден бір андай бір қонақ кәде сияқты сұрақ қойсақ, әдемі айтып қалдыңыз. Мархаба. Осы кітапты оқып шыққан адамдар болса, сол кісілер, оқып шыққан кісілер арқылы подкастты көрді, подкасттан кейін осы кітапты оқимын деп шешім қабылдаған адам болса, оқып көрсін, оқып болғаннан кейін кешіріңіз, сипаттамаға сілтемесін қоя салсаңыздаршы. Енді бүгін шықты, бұйырса сата аламыз деп ойлаймын, егер алам деп жатса. Сілтемесін бөлсек, сосын оқыған кісілер осы подкастты көрді, оқыды, содан кейін сол кісілермен сізбен бір сұхбаттасу немесе талдау ұйымдастырып берсек. Тамаша. Оқыған кісілермен. Тамаша. Санына байланысты 10 адам болуы мүмкін, 20 адам болуы мүмкін. Онлайн болады, оны мәселе емес, күшті ғой. Алматы қаласынан болып жатырса басым бөлігі офлайн ұйымдастырып берсек те болады. Ал егер әр жақтан болса, онда онлайн деген секілді сондай бір сізден бір. Енді андай Алматыда да онлайнда да екеуінде қатар істесеңіздер болады, сол кезде түгел Қазақстанды қамти аласыздар. Еш мәселе емес, ол қайта қуана істеуге болады. Ендеше құрметті көріп отырған жандар, осы подкасттан кейін егер кітапты алып оқысаңыздар, міндетті түрде бізге байланысқа шығыңыздар. Мүмкін описаниеге бір номер қалдырып кетерміз. Оқып болғаннан кейін сол номерге байланысқа шықсын. Оны барлығына төмендегі неден био дейді, сол жерден оқиық. Содан кейін бізге байланысқа шықсаңыздар, Ескендір мырзамен бірге отырып талдайтындай мүмкіндік болады. Ендеше Ескендір мырза, бүгінгі шығарылымды қорытындылайық. Енді бағанағы айтып жатырған біршама ақпараттар айттық, біршама тақырыптарды қозғадық, мақсат бар, жетістік бар, нәтиже туралы деген секілді. Осылардың барлығын қорытындылап, түйіндеп, бір-екі ойыңызды бөліссеңіз, бүгінгі осы бір кездесудің нүктесі болса. Мен жапаны сұхбаттарға барудан қорқам, бас тартам, білесіз. Өйткені таусылып қалдым деп санаймын, айтарымды айтып тастадым деп ше. Бүгін сіздер қонақ болады дегеннен ғана келіскен ғой негізі. Тыңдайыншы деп. Андай не болды, ыңғайсыз болды. Түйіндерге қатысты мынандай бір кеңес беру біртүрлі шығар, бірақ адамның дербестігінің бір нышаны бар. Яғни қайдан білеміз бір адамның дербес емес екендігін? Ол кітап оқи алғандығынан. Яғни кітап оқуға сол жағынан бір бейімделсек, мен өзім дербеспін деп шыққан жоқпын. Сол дербестікке ұмтылушы деп қарайтын болсақ, сол дербестікке ұмтылсақ, ойымыздың, санамыздың дербестігіне ұмтылсақ, әйтпесе бізде сол жаңа біреуден қайталау, сол бір құлдық сана өте кең тараған. Ал құлдық сана адамды қатты шектейді, әлеуетін бұғаттайды. Ахмет Байтұрсынның мынандай бір өлең жолдары бар, адамды диқаншысы деген кезде, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет дейді. Біз зейнет деген ең күшті зат деп қарайтын болсақ, құл үшін, санасы құл адам үшін құлдық ол ең күшті кезең деп қабылдап тұр. Немесе тағы бір кісінің бір сөзі бар, құлдар құл иеленуді аңсайды дейді, бостандықты аңсамайды. Яғни осы бір бағанағы заттар, ой талғамның қалыптасуы, әлеуметтік желінің бұғауынан шығу сияқты заттардың бәрін бит алып келген кезде, сол дербестік деген ұғым жатқан сияқты менің өзіме. Бұл жерде енді білмеймін андай бата, тілек, дұға деп қарайсыздар ма? Дербес болу жазсын баршамызға, және сол дербестігіміз өзімізге пайдалы болсын. Рахмет көп. Яғни дербес болуға әрқашан ұмтылуымыз керек. Дербестіктің ол алғашқы өлшемі өз бетімізбен кітап оқи алу. Яғни андай бір не емес,
кітап оқысаң велосипед аласың, кітап оқығандардың арасында осындай жарыс болады, осы кітапты оқығаннан кейін осындай нәрсе болады деген секілді емес, сондай сыртқы материалдық нелерден тәуелсіз болып өз бетімізбен дами алу, бұл дербестік деп айтсақ болады. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Адаммен кездесу, жүздесу, сан саламен тілдесу, жүздесу, жүз адаммен кездесу, жүздесу, сан сала